Бүгінгі сабақтың тақырыбы тригонометриялық функциялардың туындылары. Тригонометриялық функциялардың туындыларын мына кесте бойынша есте сақтауға болады. Айталық, f от x функциясы синус x функциясы болса, онда синус x функциясының туындысы косинус x болады. Ал косинус x функциясының туындысы минус синус x болады. Бұны бағана алдыңғы сабақтардың бірінде өткен туындыны есептеу ережесі бойынша, анықтамасы бойынша тауып алуға болады. Сол сияқты тангенс x-ің туындысы 1 бөлінген косинус квадрат x, ал котангенс x-ің туындысы минус 1 бөлінген синус квадрат x болады. Осы формулаларды қолданып, мына функцияның туындысын табайық. 4 косинус x плюс 2 синус x функциясының туындысын табамыз. Әртүрлі екі функцияның қосындысының туындысын табу үшін қосылғыштардың әрқайсынан туындалатынбыз. Яғни 4 косинус x-тің туындысын табамыз, плюс 2 синус x-тің туындысын табатынбыз. Енді бұл жерде 4 көбейтілген косинус x, 4 тұрақты сан косинус x функциясы. Яғни тұрақты санның өзін жазамыз да, ал косинус x функциядан туынды табамыз. Косинус x функцияның туындысын табамыз. Плюс 2 тұрақты санның өзі жазылып, синус x функциясынан туынды аламыз. Сонда 4-тің өзін жазамыз. Косинустың туындысы, бағана өзіміз білетіндей, косинустың туындысы минус синус x. Яғни минусты 4-тің алдына шығарып жазамыз да, синус x жазылады. Плюс 2 синус x-тің туындысы, өзіміз білетіндей, косинусқа тең болады. Яғни 2 косинус x. Міне берілген функцияның туындысын таптық. f от x тең тангенс x плюс 1 бөлінген тангенс x функциясының туындысын табайық. Бұл жерде бөлудің туындысын табу ережесін қолданамыз. Сонда бөлудің ережесі бойынша бірінші бөлшектің алымындағы тұрған өрнектен туындаламыз. Ал бөлімінде тұрған өрнектің өзін көбейтіп жазамыз. Минус. Енді алымында тұрған өрнектің өзін жазамыз. Көбейту. Бөлімінде тұрған өрнектің туындысын табамыз. Бөлімінде тұрған өрнектің квадраты жазылатын. Бұл бөлшектің туындысын табу ережесі. Енді ары қарай туындыны формула бойынша анықтайық. Қосындының туындысын тапқанда қосылғыштың әрқайсынан туынды табамыз. Сонда тангенс x-тің туындысы, міне өзіміз білетіндей 1 бөлінген косинус квадрат x болады, ал 1-дің туындысы 0-ге тең. Сонда біз былай деп жазсақ болады: 1 бөлінген косинус квадрат x көбейтілген тангенс x минус жақшаның ішіндегі өрнектің өзі қалады. Көбейту тангенс x-тің туындысы тағы да 1 бөлінген косинус квадрат x. Бөлшектің бөліміндегі тангенс квадрат x-тің өзі қалады. Енді, егер жақшаларды ашатын болсақ, жақшаны ашпас бұрын 1 бөлінген косинус квадрат x-ті жақша сыртына шығарып жіберейік. 1 бөлінген косинус квадрат x-ті жақша сыртына шығарсақ, бірінші жақшадан шықса тангенс x қалады жақша ішінде. Минус 1 бөлінген косинус квадрат x жақша сыртына шығарсақ, тангенс x плюс 1 қалады. Минус бар жақшаны ашқанда минус тангенс x минус 1 деп жазамыз. Ал бөлшектің бөлімінде тангенс квадрат x-тің өзі жазылады. Сонда алымындағы жақшаның ішіндегі тангенс x минус тангенс x жойылады. Ал минус 1 бөлінген косинус квадрат x-ке көбейтілсе, минус 1 бөлінген косинус квадрат x болады. Ал енді көбейту дейік, тангенс деген ол синус x бөлінген косинус x. Ал тангенс квадрат x, синус квадрат x бөлінген косинус квадрат x. Бөлу болғандықтан ол керісінше бөлшекпен ауысып жазылады. Сонда косинус квадрат x бөлінген синус квадрат x болады. Енді бөлшектің алымында және бөлімінде тұрған бірдей көбейткіштер қысқарып кетеді. Косинус квадрат x-ті косинус квадрат x-пен қысқартсақ, минус 1 бөлінген синус квадрат x шығады. 1 бөлінген синус квадрат
x өрнегі шығады екен. f от x тең косинус x плюс 6-ның 3 дәрежесінің туындысын табайық. Бұл жерде күрделі функция тұр. Күрделі функцияны табу ережесін қолдана отырып, және бүгінгі өткен тригонометриялық функцияның туындысын табу ережесін қолданып, былай табамыз. Жақшаның ішінде тұрған өрнекті u десек, u-дің 3 дәрежесі ол 3u квадрат. Яғни u-дің орнында косинус 3x плюс 6 квадрат. Көбейту енді u штрих, яғни жақшаның ішінде тұрған өрнектің туындысы болады. Косинус 3x плюс 6-ның туындысы болады. Енді бірінші өрнекті өзін жазамыз. 6-ның квадраты көбейту. Енді жақшаның ішінде тұрған өрнектен туындалсақ, косинус 3x. Енді бұл жерде 3x u-дің орында тұр. Яғни косинустың туындысы минус синус x. Олай болса, минус синус 3x көбейту, енді 3x-тің туындысын аламыз. 3x-тен туындаламыз. Минус синус x терістен болғандықтан жақша алынып жазылады. Және плюс 6-ның туындысы ол 0-ге тең. Енді ары жалғастырамыз. Сонда қарамыз. Косинус 3x-тің туындысын тапқанда, косинустың туындысы минус синус 3x-тің өзі көбейту және ішіндегі 3x-тен тағы да туындаламыз. Ал 6-ның туындысы тұрақты сан болғандықтан 0 дейдік. Сонымен 3x-тің туындысы 3-ке тең екенін білеміз. Ол бет жазайық 3 косинус 3x плюс 6-ның квадраты көбейтілген минус синус 3x көбейтілген 3 болады. Енді көбейту болғандықтан 3-ті 3-ке көбейтсек 9, мына минуспенен минус 9 болады. Синус 3x дейміз. Ал жақшаның ішінде косинус 3x плюс 6-ның квадраты алады екен. Тағы да бір мынандай күрделі тригонометриялық функцияның туындысын табуға мысал келтірейік. f'(x) тең котангенс x бөлінген 2u деп тұрсақ, түбірасында u-дің туындысы 1 бөлінген 2 түбірасында u, яғни котангенс x бөлінген 2 болады. Көбейту, енді котангенс x бөлінген 2-ның туындысын алсақ, енді x бөлінген 2 u болады. Котангенстің туындысының минус 1 бөлінген синус квадрат x бөлінген 2 деп жазамыз. Көбейту тағы да x бөлінген 2-ден туындаламыз. Ол бізге 2-ден 1-ді береді. Міне, сонда қараймыз. Бірінші түбірден туындалдық. Мынаны u ретінде қарастырып, сонда 1 бөлінген 2 түбірасында котангенс x бөлінген 2. Көбейту ішіндегі котангенс функциясынан туындалдық. Котангенстің туындысы минус 1 бөлінген синус квадрат аргумент x бөлінген 2, көбейту x бөлінген 2-ның өзі күрделі функция болғандықтан, оның туындысы 2-ден 1-ге тең болады. Енді осыны ықшамдап жазайық. Сонда бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектер бөліміне, алымында тұрған өрнектер алымына көбейтіледі. Минус 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, синус квадрат x бөлінген 2, түбірасында котангенс x бөлінген 2 бөлшектің бөліміне жазылады, ал алымында 1 болады екен.